Қасым-Жомарт Тоқаев 3 тоқсанда Беларуське ұшып келеді. Лукашенко. Беларусь басшысы сапар барысында қол жеткізілген уағдаластықтар өзара тауар айналымын $1 миллиард асыруға мүмкіндік беретініне сенім білдірді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылдың 3 тоқсанында Беларуське ресми сапармен ұшып келеді деді Александр Лукашенко Қазақстанның елшісі Ерлан Байжановпен кездесуі барысында. Бұл туралы Спутник Беларусь агенттігі хабарлайды. Біздің сізбен кездесуіміз жайдан-жай болып жатқан жоқ. Өздеріңіз жақсы білесіздер. 3 тоқсанда Қазақстан президенті ресми сапармен Беларуське ұшып келеді деп атап өтті Лукашенко. Лукашенконың айтуынша бірқатар мәселені талқылау қажет. Себебі келіссөздер жоғары деңгейде өтеді. Мүдделі тараптардың кездесулері жоспарланған. Беларусь басшысы сапар барысында қол жеткізілген уағдаластықтар өзара тауар айналымын $1 миллиард асыруға мүмкіндік беретініне сенім білдірді. Беларусь және Қазақстан сияқты мемлекеттер іргелі қарым-қатынас орнатуы керек деп есептейді Лукашенко. Ол қазір халықаралық аренада қиын жағдай қалыптасып, ол Беларуське әсер етіп отырғанын мәлімдеді. Атап айтқанда, бұл батыс елдерінің шектеулеріне қатысты. Беларусь тараптары Қазақстанға еш қиындық туғызбай, онымен ынтымақтасады. Егер біз Беларусь пен Қазақстанды қызықтыратын бағытта қозғалатын болсақ, біз санкцияларды ғана емес, сонымен қатар кез келген тосқауылдар мен кедергілерді еңсере аламыз деді Лукашенко. Бұған дейін Қазақстан елшісі Қасым-Жомарт Тоқаевтың Беларусь астанасына сапары осы жылдың 1 жарты жылдығына дайындалып жатқанын хабарлаған болатын. Қазақстан президенті 2023 жылдың қарашасында ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Беларусь республикасына барған болатын. Биыл Минсктен кейін ұйымға Астана төрағалық етіп жатыр.